су ол мемлекетке де керек және бізге де керек. Яғни сол табиғаттың Құдайдың берген сол суын қалай біз бөлісеміз? Саясат, геосаясат деген сол. Әрине, әр мемлекет ол ең бірінші өзінің мүддесін қорғайды, өз халқының мүддесін. Сондықтан бұл жерде келісімге келу керек. Бізде мысалы мұнай бар. Мұнай бар. Бізде жер асты байлығы бар. Біз мұнай бере аламыз, оның орнында су ала аламыз. Сонда келісімдер жүру керек. Экономикада да мысалға біз белгілі тауарларды аламыз, көршілес елдерден. Яғни біз оларға өзіміздің нарығымызды беріп отырмыз. Сол жерде біз келісім болу керек. Яғни сіздер мына артық суларыңызды бізге беруіңіз керек деген сондай бұл су дипломатиясын дамыту керек. Бұл мәселені жақсы білетін себебіміз біз осы Жамбыл облысында су мәселесі осыдан 2 жыл бұрын туындаған кезде біз осы біздің осы партияның белсенділерімен Қырғызстанға Бішкекке барған болатынбыз. Сонда біз сол Қырғызстанның Жасылдар партиясымен кездестік. Сол жерде жаңа экология министрі қатысты. Сонда біз осы сұрақты қойған кезімізде ол бірден бізге айтты. Біздің халқымыз одан не алады деген сұрақ қойды. Бұл жерде ашық мәселе. Суды берді бізге, олардың халқы бізден бір нәрсе алу керек. Міне осы мәселені қамтамасыз ететін бұл үлкен су жаңа дипломатия департаменті құрылу керек, немесе комитет құрылу керек. Бұны зерделеу керек, ғылыми түрде. Бізде барлық нәрсе, бұл айтқанда көбінесе поверхностьте дейміз ғой, асты үсті қаралады да, мәселелер терең зерттелмейді. Мысалы, әрбір заттың қарауымыз керек, анализ жасау керек, саяси анализдер жасау керек. Сол арқылы біз ойлаймыз, өзіміздің суымызды Қазақстан елінің халқының суын қамтамасыз етуге болады деп.